біздің біздің дәстүрлі түрде өткізіліп отырған осы конференциямыз осы жолы міне 18-ші республикалық конференция. Осы конференцияға барлықтарыңызды қош келдіңіздер. Добро пожаловать, дорогие коллеги. Мы начинаем работу 18-й республиканской конференции. Енді өздеріңізге белгілі дәстүрге айналған бұл конференцияның негізгі тақырыбы мұғалімдердің кәсіби құзыреттерін тұрақты және жүйелі түрде дамыту мәселелері деп аталады. Тема нашей конференции – вопросы непрерывного и системного развития профессиональных компетенций учителей. Енді осы конференциямыздың жұмысында біз қандай мақсатпен жүзеге асырамыз? Конференцияның жалпы мақсаты қандай дейтін болсақ, мақсаты кәсіби құзыреттерін дамытуға, теориялық және практикалық тәжірибелерді зерделеу, педагогтердің біліктілігін арттыру мәселесі бойынша диалог алаңын құру. Цель конференции – изучение теоретических вопросов, развитие профессиональных компетенций учителей, создание диалоговой площадки по проблеме развития квалификации. Енді, құрметті әріптестер, жалпы алғанда енді конференция бізде дәстүрлі түрде өте сапалы, жақсы тәжірибелермен алмасу алаңына шынымен де айналып отыр бүгінгі таңда. Енді бүгінгі конференцияда өткен конференциялар сияқты, құрметті әріптестер, сіздер де әрқайсыларыңыз өз пәндеріңіз бойынша, өз салаларыңыз бойынша жақсы үздік тәжірибелермен танысасыздар. Өздеріңіздің жасаған тәжірибелеріңіз, өздеріңіздің зерттеулеріңізбен бөлісесіздер. Бұл әрдайым осындай конференцияға қатысу арқылы кәсіби құзыреттіліктеріңізді бір сатыға болса да көтеруге мүмкіндік аласыздар. Сондықтан да бүгінгі конференцияға үлкен үміт артып, жақсы бір мотивациямен келіп отыр деп ойлаймыз. Бүгінгі болатын барлық секция жұмыстарына сәттілік тілейміз. Енді алғашқы сөз бұл конференцияда бүгінгі таңда өздеріңіз білесіздер, STEM білім беру тәсілі бұл өте өзекті мәселе болып отыр. Оқушылардың сыни ойлауын, креативті ойлауын, өздіктерінен, өз қолдарынан бір дүние жасап шығару, белгілі бір нәтижеге жету, мұғалімнің де кәсіби құзыреттілігін артуына үлкен, зерттеу жұмыстарымен айналысуына үлкен әсерін тигізіп жүрген осы тәсіл болғандықтан, бүгін сіздермен біздің ұлағат оқу әдістемелік орталығының тренері Сейфулла қызы Бағдагүлге сөз береміз. Қайырлы күн, әріптестер. Мен даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Жақсы. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін мұғалімдердің кәсіби құзыреттерін тұрақты және жүйелі түрде дамыту мәселелері қарастырылатын конференцияда мен Сайфулла қызы Бағдагүл, ұлағат оқу әдістемелік орталығының тренері, STEM білім беру, жай ғана практика емес, кешенді шешім деген тақырыпта сіздермен бүгін ой бөліскім келеді. Жалпы STEM туралы естіп жүрміз, және STEM туралы әртүрлі нормативті құжаттарда, әсіресе білім беруді дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасында қазіргі таңда орта білім беру мектептерінде STEM білім берумен айланысу керектігі туралы тұжырымдамада көрсетілген. Енді қазіргі таңда мұғалімдердің көпшілігі сұрайды, ол міндетті ме деп. Сіздер қалай ойлайсыздар, әріптестер? Міндетті ме, міндетті емес пе? Қалай ойлайсыздар? Ойларыңызды бөлісе аласыздар ма? Реакциямен көрсетсеңіздер де болады, әріптестер. Жақсы. Жауап ала алмадым. Міндетті ғой. Міндетті деп ойлайсыздар, Жақсы. Олай болса, бүгінгі менің мақсатым STEM-ді жай ғана
қолмен істелетін жұмыс емес, баланы кез келген белгісіздікте жол тауып кететін инженерлік ойлау жүйесіне бағыттау және бұл білімнің оқушы өмірінің барлық саласын қамтитын кешенді шешім екеніне дәлелдер ұсыну. Осы бойынша тек мен ғана емес, сіздердің де егер көмектеріңіз қажет болады, диалогқа қосылып отырсаңыздар. Жалпы қазіргі таңда жасанды интеллект шығып, ол біздің білім беру үдерісіне етене еніп кеткендіктен, қазіргі таңда мынандай сұрақтар бар, иә? Біз балаларға формула жаттатамыз, жалпы біздің дәстүрлі оқытуымызда. Ал ол формула Google-да 0,1 секундта табылады. Солай ғой, оқушы бір дегенде таба алады. Біз оларға код жазуды үйретеміз, ал оны жасанды интеллект қазір тегін жазып беріп жатыр. Сонда біз балаларды неге дайындап жатырмыз? Болашақ жұмыссыздарды ма? Біздің мақсатымыз не білім беру үдерісінде? Қазір мысалы араларыңызда әртүрлі пәннің мұғалімдері отыр, мектеп басшылары отыр. Осы жөнінде сіздер қалай ойлайсыздар? Мысалы, қазіргі таңда өте өзекті мәселе жасанды интеллекттің мүмкіндіктерін сабақта біз қалай пайдаланып жүрміз деген сұрақ. Ой қосатындарыңыз бар ма? Сол бәрін алаңдататын мәселе ғой. Барлығы қазір интернет арқылы да балалар андай жалқаулыққа бейімделіп барады. Өзіміз ше? Біз де соған бейімделіп барамыз. Солай, иә? Яғни бұл біз қазіргі таңдағы өзекті мәселе болып тұр, иә? Бұрын жасанды интеллект жоқ болған кезде біз оқытуымыз да басқаша болған, оқу да басқаша болған. Қазір не заман дамып жатыр, технология дамып жатыр. Олай болатын болса, біз оқытуымызға да өзгеріс енгізуіміз керек, иә? Жаңартуымыз керек па? Бірақ жойып жіберу керек деп айтып тұрған жоқпын. Енді осы мәселе бойынша бұл жердегі біздің жалғыз құтқарушымыз инженерлік ойлау жүйесі екен. Бұл код жазу емес, бұл кез келген белгісіздікке жол тауып кететін мидың архитектурасы екен. Яғни бізге қазір жасанды интеллект болып жатыр, біз қалай балаларды оқытамыз деген кезде балаларды инженерлік ойлау жүйесіне қарай бейімдеуіміз керек екен. Ал инженерлік ойлау деген не? Біз ол туралы қаншақты сабағымызда оны қолдан алып жүрміз, немесе ол туралы балаларға ойланта алып жүрміз. Енді осы төңірегінде, мысалы қазіргі таңда инженерлік десе, біз көбіне STEM, Лего екеуі тең ба? STEM деген бұл Легоны құрастыру ма? Немесе бір нәрселерді жабыстырып көру ма? Қалай ойлайсыздар? Бұл екеуі меніңше бірдей емес. Лего деген бұл белгілі бір жаңағы формулаларды, фигураларды біріктіру. Ал STEM дегеніміз бұл жалпы баланың ойлау қабілетін арттыру ғой, ең біріншісі. Ойлау қабілетін жаңағы өзі шешім қабылдап, аяғында өз өміріне қолдана алатын қылып шығаруымыз керек сол. Өте жақсы, Раушан, ойыңызбен толық келісемін. Енді осы Легоны қалай STEM оқытуға айналдыруға болады? Мысалы, бір нәрсені құрастырып жатыр, иә? Төменгі сыныптарда біз балаларға Лего сатып береміз ғой, өзіміздің немерелерімізге, балаларымызға. Ол жақсы, Лего құрастырсын. Енді ол жасы өте келе, айталық, 1-ші сыныпқа келді, немесе 6 жас болды. Осы жерде біз балаларды инженерлік ойлауға алып баруымыз керек екен. Сол кезде біз балаларға қандай сұрақ қоя бастауымыз керек деп ойлайсыздар? Өте жақсы ойға, диалогқа қосылып жатсыздар. Рахмет, әріптестер. Қалай ойлайсыздар? Осыны қалай біз STEM-ге айландырамыз? Міне, қарапайым ғана Лего. Біз қазір ақшаны аямаймыз. Бағдагүл Сайфоллақызы, менің ойым, бұл жерде біз балаға бұның бізге қандай пайдасы бар деген секілді ой, жаңағыдай ой мақсатында қандай пайдасы бар, не үшін пайдалана аламыз деген секілді сұрақтар қою.
деп ойлаймын. Өте жақсы, Лейла. Бұл бір сұрақ. Тағы қандай сұрақтар қоюға болады? Сыни ойланатын бір сұрақты қойдыңыз, Лейла, өте жақсы. Тағы қандай сұрақтарды қоюға болады деп ойлайсыздар? Міне құрастырды Леганы. Ол легамен құрастырады ғой, жалпы құрастыратын не ғой, ойыншық ретінде қабылдаймыз. Яғни нені құрастырады, бала нені құрастырамын, құрастырғаннан кейін бұл қандай ғимарат болды деген сияқты сондай сұрақтардан. Неліктен осылай құрастырдым деген сұрақтар. Құрастырдым деген сияқты. Неліктен? Яғни біз инженерлік ойлауға алып баруымыз керек, және технология алып баруымыз керек, және есептеуді үйретуіміз керек. Неліктен сен, мысалы, леганың осынша саны бар ғой, осыншаны алдың? Немесе неліктен осы мына леганы осылай құрастырдың? Басқаша құрастыруға болмады ма? Деген сияқты сұрақтарға алып баратын болсақ, онда біз оқушыларды инженерлік ойлауға алып келеді екенбіз. Бұл маңызды ма? Маңызды. Және өте маңызды. Енді осы жерде балалар жасанды интеллекттің күшіне жүгінбейді, ол өзінің несіне жүгінеді? Ойлауына жүгінеді екен. Миына жүгінеді, сосын есептеулерді бастайды, зерттеуді бастайды. Мейлі жасанды интеллекттен ала берсін, дегенмен ол өзінің құрастырған заты бойынша ойланады. Бір жерден алған жоқ қой ол өзі құрастырды. Сонда STEM-нің негізгі философиясы бәрін өзің жаса. Ол жасады. Неліктен деген сұрақты да өзі табу керек екен. Барлығы өзі жасау керек екен. Өте жақсы. Рахмет, әріптестер. Енді осы мынандай керемет ойды, инженерияны осы STEM-ге алып келген әріптестер Якман деген зерттеуші екен. Якман. Осы кісі өзі бұл инженериядан және көркем еңбектен сабақ берген екен. Яғни бұл жерде көркем еңбектен инженериядан сабақ беретін болса, бұл адам сабақта әртүрлі конструкцияларды құрастырды. Енді сұрақ туындаған. Неліктен осы конструкцияны құрастырдым мен? Мысалы, мен жай ғана бір-екі қағазды желімдей салуым керек па? Оны неге желімдедім? Сұрақ. Осы қағаз неге желімделді, ана қағаз неге желімделмей қалды деп, оның басқа ғылымменен байланысын табуға осы зерттеуге қатысқан, зерттеу жүргізген екен. Осылайша жалпы сабақты STEM философиясы негізінде өткізу керек. Сонда оқушылар алған білімін өмір бойы пайдалана алады. Немесе қазіргі таңда өте өзекті болып жатқан функционалдық сауаттылыққа алып келеді деген ойды айтқан осы кісі екен. Керемет па ойы? Керемет. Бұл математик емес, бұл физик емес, химик емес, көріңіздер ғой, инженерия. Сонда ол бір нәрсе, мысалы, мен үйде кез келген бір айталық тортты жасап жатсам да, мен оны неліктен деп есептеу, неліктен осы қант салдым, неліктен тұз салмауым керек айталық, немесе мен неліктен крахмал салдым. Сонда барлық сұрақтар неліктен деген барлық пәндер. Жаратылыстануда жалпы 4 пән біріктіреді. 5 пән деп айтсақ болады. Химия, биология, география, физика және экология. Осы пәндер. Ал енді қазір одан кейін тағы да зерттеушілер осы ойды ары қарай дамытқан. Сонда кешенді шешімге келеміз. Енді біздің жалпы тақырыбымыз STEM деген бұл тапсырма орындау емес. STEM деген тұрса да қанша қиын болып, шешілмейтін түйін жоқ деген философияға алып келеді екен. Яғни бір көрінгенді қиын сияқты, бірақ оның шешімін нелер арқылы? Пәндер арқылы мен шешімін таба аламын дегенге алып келеді екен. Енді келесі біздің негізгі тақырыбымыз жай ғана практика емес, кешенді шешім екен STEM деген. Енді салыстырмалы түрде қарастырайық. Мысалы, мынандай тапсырма берілді. Берілген нұсқаулық бойынша балмұздақ таяқшаларынан үстіне 1 килограмм салмақтағы жүкті қойғанда құламайтын көпір құрастыр деген. Енді осы жерде процесс балалар дайын сызбаға қарап, таяқшаларды бір-біріне желімдеп, мықты көпір құрастыруға тырысады. Солай ғой, нұсқаулық бойынша. Біз енді осындай тапсырмалар оқулықта да бар,
өзімізде бұл төменгі сыныптағы балаларға арналған тапсырма. Жоғары сыныптарда да береміз осындай. Енді нәтиже көпір дайын, бірақ бала неге бұл пішін таңдалды? Бұл жерде не бар? Неге бұл пішін таңдалды деген? STEAM-нің қай элементі бар? Математикалық. Математикасы бар, өте жақсы. Сосын кейін? Геометрия бар. Математика бар. Сосын кейін? Бізде өзі көпір дайындап, ол Инженерия. инженерия бар. Технология. Технология. Сыни ойлау бар. Жобалау, Бізде дизайн. әзірше мына жерде барлық 5 элемент көрініп тұрған жоқ, әріптестер. Мысалы, неге бұл пішін таңдалды дегенде, мысалы, арт көрініс тауып тұрған жоқ. Солай ғой? Ол бұл салмаққа неліктен шыдайды деген мына жерде физика, химия, ғылым көрініс тауып тұрған жоқ. Олай. Ол құрастырды, технологиясы бар, математикасы бар. Ал инженерия ол құрастырды, яғни бар деп есептеуге болады. Бірақ оны түсіндіруге нелер жетпей тұр? Мына екеуі жетпей тұр. Неліктен? Әсіресе ең бастысы ғылым. Яғни оқушы орындаушы рөлінде болады бұл жағдайда. Нұсқау берілді Қолмен оқушыға. істелетін деп тұр ғой. Ау, Жай ғана қолмен істелетін жұмыс. қолмен істелетін жұмыс. Оған өте қатты ойланып тұрған жоқ, себебі нұсқаулық берілді. Ал енді осы тапсырманы біз кешенді STEAM тапсырмасын айландыратын болсақ, ең бірінші біз мәселені қояды екенбіз. Біздің қаламыздағы 2 ауданды байланыстыратын көпір керек. Ол арқылы өтетін көліктер ағыны күніне 200. Осы ағынға төзетін көпірді қалай құрастырамыз? Что делает? Енді зерттеу және тұжырымдама. Оқушылар түрлі көпір конструкцияларын зерттейді. Аркалы ма, аспалы ма, қайсысы төзімдірек, соны зерттейді екен. Енді интеграция қалай болып жатыр? Салмақ түсу және материалдың беріктігін зерттейді. Технология бойынша көпірдің жүктемесін арнайы симуляторда немесе есептеу бағдарламаларында тексеріп көреді. Мысалы, врачтар немесе пилот деуші ме? Солар самолетті жүргізу үшін симуляторда жұмыс жасап көреді ғой. Немесе врачтар операция жасау үшін симуляторда жұмыс жасап көреді. Тура осы сияқты қазір симулятор бар, әртүрлі порталдар бар. Сол жерде ол осының симуляторда есептеу бағдарламаларында тексеріп көреді. Егжей-тегжей жобалайды, модель құрастырады. Көпірдің қала ландшафтына сәйкестігімен эстетикалық дизайн ойластырады. Жай ғана көпір сала салмайды. Одан кейін шығындарды есептейді, бұрыштар мен пропорцияларды нақты өлшейді. Осылайша мына тапсырманы біз неге айландырдық, әріптестер? Ғылымға. Айналдырдық. Міне элементі. Енді осы 2 тапсырманың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар, әріптестер? Қалай ойлайсыздар? Біреуі қарапайым негізде, екіншісі ғылыми негізде. Ғылыми негізде ойластырылған, өте жақсы. Яғни мен бірінші тапсырмада тек нұсқаулық бойынша ғана әрекет етем, мен былайынша ойланбаймын. Екіншісінде мен өзім немен айлансам? Зерттеуменен айлансам. Біз айтамыз ғой, оқушыларды қалай зерттеушілікке алып баруға болады. Тағы не нәрсені көрдіңіздер екінші тапсырмадан ерекше? Әріптестер? Бұнда кешенді интеграция. Бір мәселені шешумен айланысып жатыр. Білсіз ме? Бір мәселені шешумен айланысып жатыр. Осылайша 2 тапсырманы салыстыратын болсақ, біріншісінде нұсқаулықпен бұлжытпай орындайды, оқушы орындаушы рөлінде болады, нәтижесінде дайын өнім алынады. Ал екінші тапсырмада проблеманы шешумен айланысады, белгісіздікте жол тауып шешім шығаруды үйренеді. Өзі зерттеуші, өзі архитектор, өзі стратег болады, себебі ол қаланың ландшафтына сәйкес келетін көпір туралы ойланып жатыр. Яғни бұл функционал сауаттылық па? Болашақ мамандығы туралы да ойланып жатыр. Ең нәтижесі қалыптасқан инженерлік ойлау жүйесі қалыптасып жатыр екен.
Енді осыған байланысты мысалы, егерде мынандай проблема қойсақ, өзендегі судың сапасы нашарлап барады. Не істеу керек деген сұрақ қоятын болсақ, онда бала алдыменен оның себептерін зерттейді, одан кейін барып оның қандай салдары бар. Екеуі де маңызды екен. Яғни зерттеген кезде біз тек қана осын зерттей деп қана қоймайды екенбіз, балаларға белгілі бір осындай схема беретін, кесте беретін болсақ, онда балалар инженерлік ойлауға көбірек келеді екен. Бұл жерде тек қана инженерия емес, мысалы, инвестицияның аздығы, балық аулау азады, бақшылардың табысы төмендейді. Бұл жерде стратег та болып тұр. Айырмашылық бар ғой. Енді осыдан келіп, мысалы, балаларға біз тапсырма берген кезде осыны орындау үшін мынандай тапсырмалар береміз. Бірнеше іс-әрекетті бердік. Осыны жаса, мынаны жаса, мынаны жаса, мынаны жаса, мынаны жаса деп. Одан кейін барып осыны балалар не істеу керек? Оның барлығын кешенді шешу керек. шығару керек. Осыдан мен қалай көп суды тазартатын өнім жасап шығарам деп ойлану керек. Енді осыны бала өзі ғана жасай ма, жоқ әлде топпен жасаған дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Топпен жасаған жеңілірек болады. Әрине, топпен жасаған жеңілірек болады. Топпен жасау арқылы біз ойымызды дамыта аламыз. Сосын кейін әртүрлі қазіргі таңда 21 ғасыр дағдылары қажет, оны қалай біз қалыптастырамыз деп айтып жатырмыз ғой. Әртүрлі, мысалы, қазіргі таңда адал азамат біртұтас тәрбие беру бағдарламасында 6 құндылығымыз бар. Сол 6 құндылықтың ішінде, мысалы, жасампаздық және жаңашылдық. Міне, осы құндылықты қалай мен қалыптастырам, соны сабаққа қалай мен кіріктірем деп мұғалімдер сұрақ қояды. Міне, кіріктіріп жатыр. Егерде осы тапсырманың мақсаты оқушыларды жасампаздыққа және жаңашылдыққа баулу десе болды ғой, бір велосипед жасаудың қажет жоқ, осы тапсырма арқылы мен балаларды жаңашыл бір нәрсе ойлап табуға балаларды икемдеп келіп жатыр екен. Тамаша ма, Сим? Ойландыратын. Ойландырады екен, өте тамаша. Енді осылайша біздің сұраққа қайта келе бергім келеді. Бүгінгі себебі STEAM, яғни пәндердің жай ғана механикалық қосындысы емес, интеграцияланған жүйе. Мысалы, бір мәселені әр қырынан түсіндіру. Фотосинтез процесі, мысалы, химияда да өтіледі, биологияда да өтіледі. Сонда мен фотосинтез процесі химия ғылымында бұлай, физикада бұлай. Ол шаруашылықта бұлай болуы мүмкін. Географиялық жағдайда мынандай болуы мүмкін деп жан-жағынан қарастырады екен. Осы интеграцияланған жүйе. Осылайша STEAM-нің бас құндылығы ғылым, технология, инженерия, өнер және математика бір-бірімен тығыз байланысып ортақ мақсатта жұмыс істеуінде. Ғылым мен математика зерттеу мен дәл есептеулер негізі, ал технология мен инженерия идеяны іске асыру құралдары. Мен ойландым бір нәрсені, енді осыны қалай іске асырам деп белгілі бір құралдарды жасап шығарам. Мен жай ғана теоретик емеспін, мен кіммін? Болашақ бір маманның иесі ретінде сабақта болсын, сабақтан тыс уақытта болсын, мен өзімді көрсетемін. Мысалы, тура осы бағдарлама бойынша смарт бала деген не бар? Жоба бар. Осы смарт бала жобасына балаларды қалай қатыстыру керек? Осы STEAM сабақ, STEAM жоба арқылы балаларды өнер тапқыштықты осы жерде көрсететін болса, бізде тәрбие менен оқу процесі бір-бірімен тығыз байланысты көрініс табады деп есептеймін. Ары қарай өнер деген адамды тәрбиелейді, білесіздер, өнер деген адамның мінезінде қалыптастырады. Сондықтан да осы STEAM кешенді шешім. Кез келген белгісіздікте жол табу стратегиясы деп есептеуге болады. STEAM-нің кешенділігі оның тек мектеп қабырғасымен шектелмей, оқушының өмірлік стратегиясында айналуында. Яғни инженерлік ойлау жүйесі бұл техникалық дағды емес, бұл кез келген белгісіздік пен қиындықта адаспай шешім құрастыра білу қабілеті. Яғни өзі шешім қабылдауға. Бұл шешім қабылдау деген қазіргі таңда 21 ғасырдағы ең нөмір 1 орында тұрған дағды. Өзінің бағытын таңдауға да керек. Өзі бір нәрсе. Бір тапсырманы орындады, бір өнім шығарды, өзі шешім қабылдайды.
сізге ол шешім мынау дұрыс емес деп айтпайсыз, себебі ол бәрін дәлелді түрде бәрін ұсынады. Мен есептедім, математикада былай болды. Мен мына материалды алдым, себебі оның химиялық зерттеп едім, ол төзімді материал екен, немесе ол күнге еріп кетеді екен деген сияқты мәселелерді ана жерде бар болашақ, мысалы инженер болмаса да мектепте сабақтың үстінде кіші инженер деп айтсам болады, немесе болашақ инженерлер, иә. Ары қарай фундаменталды шешім STEAM арқылы қалыптасқан дағдылар: аналитика, креативтілік, жүйелік оқушы өмірінің барлық саласында, бизнесте, медицинада, әлеуметтік ортада қолданылады. Қазір балалар бизнесмен болғысы келеді, а бизнесмен болу үшін де есептеу алу керек, инженериясын білу керек. Дизайнның өзі, мысалы, бизнестегі өте маркетингпен айланысу үшін сіздің дизайныңыз жақсы болу керек. Мен мына көпір жақсы ма, мына көпір жақсы ма, ертең мен жобамды ұсынған кезде қайсысын ұсынады? Ол мықтылығын дәлелдей алуыңыз керек, қайсысы мықты. Мысалы, біз қазір біз мұғалімбіз, иә, егер де мысалы үйлеріңізде инженерлер болатын болса, технологтар болатын болса, олардың өмірлері өте қызық. Сол қызықты балаларға сабақ үстінде сезіндіре алатын болсақ, онда балаларға сабақ өте қызықты болады деп өзім солай есептеймін. Енді мәселені шешудің кешенді алгоритмі зерттеуден өнім алымға дейін жүреді. Мәселенің мән жайын зерттейді, өзі тұжырымдама жасайды, оның мүмкіндіктерін бағалайды. Неліктен, мысалы, мүмкіндік, мен айтты, көпір жасады, мен оны темірден жасайын ба, пластмастан жасайын ба, қазіргі әртүрлі нанотехнологиялар болып жатыр. Қандай металдан жасаймын? Егер де тіс дәрігері болатын болса, мен мықты стоматолог болу үшін, немесе техник болу үшін мен қандай материалдарды алуым керек? Оның құны қанша? Мен пациенттерді қалай табамын? Деген сияқты бір рөлге ендіре отырып осыны үйрететін болсақ, онда балалар зерттеуден өнім алуға дейін жүре алады екен. Ары қарай сыни талдай алады. Жұмыс талаптарын бекітеді, егжей-тегжейлі жоспарлау арқылы бала әрбір қадамын негіздеуге дағдыланады. Осылайша STEM бұлға жай ғана практикалық жұмыс емес, бұл оқушыны орындаушыдан стратегиялық ойшылық айналдыратын, өмірдің барлық саласын қамтитын фундаменталды және кешенді шешім. Енді біздің ойымызда, мысалы, STEM кабинеті жоқ, мен қалай STEM оқытумен айлансам деген ойлар туындап жатады, иә, мұғалімдерде. Ал енді STEM деген бұл өте, мысалы, күрделі заттар. STEM кабинеті болмаса да, болса өте жақсы әрине. Қарапайым ғана заттардан үлкен мүмкіндіктер шығару. Осыны біз тәжірибе жүзінде дәлелдеп көрдік. Әрбір мектептерде, мысалы, STEM білім беру туралы семинарлар өткізіп, мұғалімдерге қарапайым ғана заттардан үлкен мүмкіндіктердің болатын, оқушыларды қалай жаңағы айтылған мәселелер бар ғой, соған алып келуге болатындығы туралы ойларды біз қазір семинарларда көрсетіп жүрміз. Яғни қарапайым заттардан үлкен идеялар жасайды, және оны 5 элемент тұрғысынан, STEM 5 элемент тұрғысынан олар дәлелдей алатындай деңгейге жетеді екен. Осылайша неге кешенді шешім? Себебі бұл стратегия балаға не істеу керек екенін емес, қалай шешім табу керек екенін үйрету. STEM бұл пәндердің интеграциясы. Мұнда математика есеп үшін емес, шешімнің дұрыстығын дәлелдеу үшін керек. Неліктен деген сұрақ қоямыз ғой. STEM бұл өмірлік фундамент. Бүгін мектепте шешілген инженерлік тапсырма ертеңгі бизнестегі немесе ғылымдағы дағдарыстан шығу жолы. Осылайша STEM білім берудің негізгі философиясы шығып отыр. Бәрін өзің жаса деген. Яғни бәрін өзің жаса дейтін болса, бала бәрі қолымен өзі не есептеу керек математика тұрғысынан, немесе зерттеп көру керек. Негізгі міндеті не? Практика жасату, проблемаға шешуге тарту, зерттеуге бағыттау, өнер кітапқа баулу, инженерлік ойлауға ықпал ету. Енді не күтеміз? Бұл ең алдыменен оқушыларды функционалдық сауатты қалып келеді екен. Біз айтамыз ғой, алған білімін өмірде қалай қолдана білуді үйретуіміз керек. Ол жалаң теорияменен жүзеге аспайды екен. Ол жай ғана
Мысалы, қазіргі таңда физикадан, химиядан, биологиядан, мен өзім химикпін. Мысалы, химиядан орындалатын практикалық жұмыстардың барлығы бұл STEAM деп айта алмаймыз. Себебі ол жерде жай ғана орындаушылық қана тапсырмалар беріледі да, ары қарай ойлантатын тапсырма, сұрақтар болмайды. Сонда сол тапсырманың өзін ойлантатын сұрақтар қойып, STEAM-ге алып келуге толық мүмкіндіктер бар. Одан кейін біз айтамыз, білімді біз жалпы жадының екі түрі бар. Қысқа мерзімді жады және ұзақ мерзімді жады. Қысқа мерзімді жады мен қазір осы жерде орындадым, сосын кейін 1-2 сағаттан кейін ертеңі мені есіме шығып қалады. Ал біздің мақсатымыз ұзақ мерзімді жадыда сақтату. Білімді, ойды, пәндік білім, эпистемиялық білім, процедуралық білім. Енді осыны есте сақтаудың бір құралы ретінде STEAM оқытуды алуға болады. Себебі ол бәрін өз жасап көрді, бәрін өз зерттеп көрді, есептеп көрді, құрастырып көрді. Есте сақтау мүмкіндігі жоғары ғой осы жағдай, солай ма? Ары қарай 21 ғасыр дағдыларын меңгерту, сосын кейін құндылықтарды тарту. Құндылықтардың бір мысалын ғана айттым, жаңашылдық және жасампаздық және жаңашылдық. Мысалы, заң және тәртіп дегенді қалай құндылықты қалыптастыруға болады? Мысалы, сабақта балалар топпен жұмыс жасап жататын болса, алған өнімдері жақсы болатын болса, өнім алса, осы өнімді алуға сіздің қандай әрекеттеріңіз әсер етті деген кезде балалар топтың ережесіне бағыну деген сөздің бір ғана сөзі, яғни заң және тәртіп болатын жағдайда біз үнемі жетістікке жетеміз деген бір сөзбенен құндылықты тартуға болады. Оған бір арнайы бір уақыт арнап кетудің қажеті жоқ, себебі біздің өзіміздің оқу мақсатымыз бар. Енді осылайша жалпы мұғалімдерге мынандай сұрақ қойғым келеді. Мысалы, STEAM бұл факті ме, жоқ әлде миф па? Бұл факті. Мына факті ма? STEAM бұл тек робототехника мен қымбат технология. Факті ма, миф па? Факт, бұл факт. Миф па бұл? Жаңа біз айттық қой, робототехника, қымбат технологиясы да қарапайым заттардан, міне, білім беруге болады. Үлкен мүмкіндіктерін етіледі. STEAM сабағында гуманитарлық пәндерге орын жоқ деген қалай? Олай емес. Миф. Ол қалай жүзеге асады деп ойлайсыз? Тапсырмаларды шартын оқымаса, оған оқылым керек қой. Неге гуманитарлық пәндерге орын жоқ? Коммуникация жасайды. Ойланады бала. Біз өткенде семинарда мынандай қызық орындадық. Қазақ тілі пәнінен, әдебиеттен, әртүрлі шығармадан үзінділер алындықтағы, соның ішінде жетістіктер менен сын есімдерді санаттық математикалық жолмен. Онда жетістігі көп болатын шығармаларда бұл оқиға өте қайшыласып өтеді екен. Егер сын есім менен жетістік екеуі теңдей болатын болса, бұл трагедия екен. Ал егер де сын есім болатын болса, оқиға тоқтап тұр, жетістік аз болатын болса. Енді осындай беретін болсақ, балаларға сабақ қызық қой, сонда гуманитарға келеді ғой, тарих, әдебиет, өнер, гуманитар ғой. Пайдаланылады ғой, неге пайдаланылады? Мүмкіндік бар екен. Сонда басқа пәндерді алып келу мүмкіндігі бар екен. Пән аралық байланыс болады сол кезде. Енді өткенде өте жақсы. Рахат орта мектебінде біз сұрақ қойдық, пәндерге, гуманитарлық пәндерді қалай енді STEAM-ді оқытамыз? Ол мысалы ағылшын тілі пәні былай деді. Балаларға үйге төңкерілген тәсілменен смарт жайлау деген тапсырма берем. Ол жерде смарт жайлаудың макетін жасап келеді дейді. Сосын кейін тақырыбы travel, сосын кейін тағы бірдеңке, яғни туризм. Сонда біреуі ит қыламын дейді, қалғандары не болады? Туристер болады. Сонда сол модель арқылы Қазақстан ғой енді жайлауды көрсетем дейді, киіз үй бар,
біз енді тек қана киіз үймен қалып қалған жоқпыз, біз мына технологияның бәрін қолданып жатырмыз деген макет жасатып, сол бойынша біреу гид болады, бір оқушы қалғанын тыңдайды. Осы арқылы сол күнгі болатын жаңа сөздерді үйретемін, диалог орнатамын деп айтып жатыр. Тамаша ғой. Әрине. Осындай. Енді STEAM бұл бір сабақта 5 пәнді де тоғыстыру дегенге қалай қарайсыздар? Өте дұрыс қараймыз. Акт қой. Ал міндетті ма 5-еуі де? Жоқ, міндетті емес, ол тақырыпқа байланысты ғой. Тақырып қалай келеді, оны мұғалімнің ойлау қабілетіне байланысты. Мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Мұғалім шеберлігіне байланысты, дұрыс айтасың. Енді болады ғой, сабақта 5-еуі де тоғыспаса болады. Бірақ жобада тоғысу керек. Жоба себебі уақыт шектеу жоқ, еркін уақыты. Ал сабақта бұл 45 минут қана, соның ішінде біз айталық 30 минут жұмыс жасайтын шығар. Сол жерде уақыт шегін есептеп, тайм менеджмент есептеп, қанша пәнді тоғыстыру деген, жаңа математикасын, инженериясын қосамыз деген мәселе. Соны есепке алады екенбіз. Осылайша мынандай мынау миф дейді, жаңа сіздер айттыңыздар ғой, миф. Бұл ең алдымен мәселені шешу жолы ғылыми негіздемесі. Қарапайым қағаз немесе стақандағы сумен-ақ инженерлік жоба жасауға болады. Бастысы құралдың бағасы емес, сол құралды пайдаланып шешім табу алгоритмі. Екінші, бұл шығармашылық пен дизайн ғана емес, ол тілдік және әдеби талдау. Әдебиеттегі динамиканы математикалық есептеу нағыз STEAM. Жаңа динамика туралы айттық қой. Көркем шығармадағы мысалы Абай жолы статика мен динамиканы физика заңдарымен түсіндіріп пәнаралық байланысты нығайтады. Енді келесі 5 пәнді де тоғыстыру. STEAM бұл пәндердің жасанды қосындысы емес, олардың терең интеграциясы. Бір сабақта 2 немесе 3 пәннің байланысы, мысалы физика, әдебиет жеткілікті болуы мүмкін. Кейбір жағдайда 5 элементте көрініс табу ықтималдығы бар. Жаңа сіздер өздеріңіз айттыңыздар, бұл мұғалімнің тапсырманы құрастыру шеберлігіне байланысты, және міндетті түрде есептейміз, осы тапсырманы орындауға қанша минут жұмсалады деген. Яғни өзіңіз ол тапсырманы өзіңіз орындап көріңіз керек екен. Математикалық пропорцияның физикалық беріктікке қалай әсер ететін, мысалы колонналардың мысалы ұғыну, бұл интеграцияның негізі болып табылады екен. Енді сіздерден өздеріңізді қызықтыратын сұрақ күтемін. Мен енді бір 25 минутта бәрін айтып тастау мүмкін емес, Енді негізгі идеяларды мен мына жерде жақсы көрініс тапты ғой деп ойлаймын. Бағдагүл Сайфуллақызы, сіздің мына әңгімеңізге өте рахмет. Мен сізге қарап отырып, өзім ой түйіп отырмын да осы жерде. Мен жалпы мынандай айта кететін, сіздер енді көптеріңіз жастарсыз ғой, Қазақстанның білімін өркендететін сіздерге сенеміз. Мына мен қазір балаларым Германияда, Берлинде тұрады. Немерелер неміс мектебінде оқып жатыр. Сонда оларды осы STEAM бойынша дамытып жатыр кәдімгідей. 90-ның аяғы бітер кезде бір апта бұрын балаларға не береді, тапсырмалар береді, жаңағы творчестволық жасауға, шығармашылықшы. Сонда балалар неше түр жасап шығарады. Жаңағы гипсті пайдаланады, басқа заттарды пайдаланады, одан бірін-біріне сатады оларшы. Сосын әртүрлі инструменттерді ойлайды, бірін-бірі сопровождать етеді. 6 сағат білмейтін инструменттерінде балалар сопровождение жасайды. Сосын жаңағы анимациялық фильмдер түсіредші. Бізде негізі біздің мектептерде де осыны қолға алу керек. Өйткені біз баланы болашаққа дайындауымыз керек та. Соны ойлаймын. Біз неге бір бағдарламаға бағытталып аламыз да балаларды баса беремізші. Осыны игерсең де игеруің керек, игермесең де. Біздің мектептің мақсаты сол болып тұр ғой қазірші. Осы бағдарламаны біз аяғына дейін жаңағы мұғалім сабақты бастағаннан мен жетіспей қалмайын, ойбай жетпей қалмайын деп қуалаймыз, деп балаларды қуалаймыз. Одан кейін барамыз да 11-ші класста оларды еңті деп қуалаймыз. Сонымен баланы мүлдем басып тастаймыз бізші. Біздің бағдарлама әзір дұрыс емес. Негізі мына жерде жастар отырса, құлақтарыңызға алтын сырға, кейінгі қазақтың жаңағы білімін жөндейтін сіздерге сенеміз. Мына неңіз өте жақсы баяндамаңыз. Сізге көп рахмет. Рахмет. Раушан әріптесіміз кері байланысыңызға көп рахмет. Раушан, қай мектепте оқиды дедіңіз, немерелеріңіз?
Германияның Берлиннің Германияда оқиды. Немерелеріңіз де сонда оқи ма? немерелерім, балам сонда жұмыс істеп жатыр посольствода. Ана балалар, немерелер сонда оқиды. 2 немере оқиды, біреуі садикте. Сонда садиктің өзінде жаңағы 15 балаға 5 тәрбиеші. Ал бізде байқұс 30 балаға 2 тәрбиеші береді де, сосын балаға игере алмай жүреді. Ол жерде әрбір баланы дамытады. Жақсы. Мына сіздің айтып отырған Раушан, міне бізде STEAM тек сабаққа ғана шектеліп қалған жоқ. STEAM сабақ, сіздің айтып жатқан жаңа жоба, STEAM кейстер шешу күні, STEAM күн, жаңа сіз айтып жатқан STEAM апталық болуы мүмкін, STEAM конференция болуы мүмкін, STEAM ойында болуы мүмкін, яғни командалық ойын. Осы арқылы сабақта бір жетіспей қалды, өзіміз ойлап білеміз ғой мұғалім ретінде. Мынаны бере алмай қалғаным деп, ары қарай сіз тапсырма беріп жіберуіңізге болады. Осыны аяқтап кел. Немесе қазіргі таңда төңкерілген сынып тәсілі бар, сол бойынша үйге ата-аналармен бірлесіп орындайтын тапсырмаларды беруге болады. Сол арқылы үйде ата-анасымен бірге орындайды, соны мектепке алып келіп талқылауына толық мүмкіндік бар екен. Бағдәулет Сайфуллақызы, өте керемет мына жерде ой түйетіндей не өткізіп отырсыз. Бірақ мен мысалы жекеменшік мектепте жұмыс істеймін. Бізде STEM жоба деген апталық болады. Бірінші сыныптың, қазір биыл мен бірінші сынып алдым. Сонда ата-анамен бірігіп STEM проект жасайды. Өте қызығып жасап, мысалы кеше біз сол жобаны қорғады. Өзіңіз ойлаңыз, 6 жасар бала. Енді жаңа айтып жатқан көпірді де жасап алып келді. 2 түрлі көпір жасап алып келіп, 0,5 бутылкаға су құйып, соны қойып, дәлелдеп, тәжірибе жасап жатыр. 6 жастағы бала. Одан кейін жаңағы біздің мектептің болашақтағы креативный мектеп деген кәдімгідей мектепті де проект несін салып әкепті, макетін. Әрине ол ата-анамен бірге жасалған дүние. Сондай көп деген жоба жасап алып келіп, алдымызда қорғады. Бізде жекеменшік мектепте әрдайым жылына 1 рет сондай не өткізіліп отырады. STEM проект. Сонда баланың ойлау қабілеті, сөйлеу дағдысы қалыптасады деген немен жасаймыз. Өйткені біздікі жекеменшік мектеп болғандықтан еркін ұстайды балалар. Өте жақсы. Жаңа әріптестер, Якманның мектебіңіздің атын айтып кетсеңіз. Бізде Алматы облысы Талғар қаласындағы флагман мектебі, жекеменшік флагман мектебі. Өте керемет жобаны жасаймыз. Якманның негізгі идеясы қараңыздаршы. Мына мен мысалы бір нәрсені құрастырдым ба, соны міндетті түрде академиялық тілде түсіндіре алу маңызды деп. Сондықтан мұнан барлығын сыртына тілдерді қойып қойғандығы соны. Бізде мысалы робототехникада жарыстарға барсақ, робототехниканы жай ғана көрсетеді, міне. Соны қызықтап, мәз боламыз да, ал біздің мақсатымыз осы роботты қалай жасады, неліктен олай жасады, қандай математикалық есептеулер жүргізді, ол қалай жұмыс жасайды, менің ойымды ол қалай оқып қояды. Немесе ол жердегі мен бір сұрақ қойсам, ол қалай жауап беріп жатыр. Соны түсіндіре алатындай деңгейге жеткізу керек екен. Сонда мен балаларды ғылыми тілде сөйлеуге үйрету екен. Мына кестені қарасаңыздар, енді мына жерде қарасаңыздар, 1-ші деңгей, 2-ші деңгей, 3-ші деңгей деп тұр. Неғұрлым біз пәндерді көбірек қоса бастасақ, деңгейімізде жоғарылай бастайды екен. Және ең сыртында математика тұр, оның сыртында тілдер тұр. Осыны қарай керемет Якманның не? Сонда өмір бойы бір тұтастық идеясыменен осы пәнаралық байланыстарды осылай келтірген екен. Және де біз өнерді жай ғана өнер деп емес, мысалы театр, музыка, саясат, осының барлығын өнер ретінде қарастыру. Сөз өнері деп те қарастыруымыз керек. Мысалы мен бір нәрсені жасадым, енді оны жарнамалауым керек. Сол жарнамалау үшін маған тіл керек. Оны арт ретінде қарастыру. Осы негізгі менің айтайын деген идеям осы болатын. Әріптестер сұрақ қойып жатсыздар. Өте жақсы. Егер де енді мұғалімдер осы бойынша тағы да қосымша білім алуды жоспарласаңыздар, мектептеріңізде
Ары қарай Айман Биахметовна бұл туралы айтып өтеді деп ойлаймын. Көп рахмет Сайфолла қызы Бағдагүл. Бүгін шынымен де бүгінгі таңдағы үлкен өзекті мәселені жан-жақты сіздерге қозғап шолып түсіндіріп өтуге тырыстыңыз. Өте жақсы болды, рахмет. Жақсы сұрақтар қойып жатсыздар, белсенділік танытып жатқандарыңызға рахмет. Енді спасибо большое за содержательное выступление Бағдагүл Сайфолла қызы. STEM образование, почему это актуально сегодня? Это подготовка к профессиям будущего. Значит, по прогнозам, в ближайшие десятилетия большинство востребованных профессий будут связаны с технологиями и инженерией. Поэтому потом адаптивность. STEM учит не бояться ошибок. Если эксперимент не удался, ребенок ищет причину и пробует снова, что формирует стрессоустойчивость и гибкость мышления детей. Еще очень большая здесь актуальность – это технологическая грамотность детей. В эпоху цифровизации важно понимать, как устроены окружающие нас технологии, от мобильных приложений до искусственного интеллекта. Біздің бүгінгі таңда балаларымыз өте ақылды, сондықтан солардың ақылын, сыни ойлауын осындай бір тамаша әдістер арқылы тоғыстыруға болатындығын өте жақсы айтып өтті. STEM-нің қаншалықты құнды екенін. Енді құрметті әріптестер, біздің мына ұлағат оқу әдістемелік орталығында бір күндік, 2 күндік осы STEM білім беру бойынша бізде қазақ тілінде де, орыс тілінде де семинарлар бар. Хабарласып, байланысқа шығып, мектептеріңізбен қатысамыз, осы мәселені толығырақ біз талдаймыз, үйренеміз десеңіздер. Одан кейін 2 апталық 80 сағаттық аттестацияға толық жарамды осы STEM білім беру бойынша курс та бар. Онлайн курс. Семинарлар офлайн болады. Курстар онлайн болады. Сондықтан осының барлығына, құрметті әріптестер, сіздерде назар аударып, бүгінгі таңдағы өздеріңіздің кәсіби құзыреттіліктеріңізді көтеріп, оқушыларымызды дамытып, шынымен де мына инженерияның бүгінгі таңда технологияны түсінуі балалар үшін өте маңызды екенін. Сонымен қатар оқушылардың зерттеушілік дағдысын қалыптастыру, өздеріңіздің де оқушылардың да. Зерттеушілік дағды оларға болашақта креативті болуға, қолда бар дүниелерден тағы бір басқа дүние ойлап табуына, ойын шарықтатуына, жалпы жай ғана оқитын оқушы емес, ойланатын оқушы жасап шығарымыз, ойлана алатын. Сондықтан да бүгінгі таңдағы үлкен осындай өзекті мәселе болғандықтан біздің ұлағат оқу әдістемелік орталығының ғылыми әдістемелік командасы осындай бағдарламаларды бүгінгі таңда жасап және жүзеге асырып жатқан жайымыз бар. Если есть вопросы по семинару, по STEM образованию, курсы у нас есть, однодневные семинары, двухдневные есть на русском, на казахском языке. Есть курс 80 часов, которые, да, есть в реестре Министерства образования. Поэтому, дорогие коллеги, если этот вопрос вас интересует, можете обращаться к нам. У нас есть чаты, вот этот чат сохраняется, там можете свои вопросы, все свои вопросы можете там написать. Все ваши запросы тоже мы будем рассматривать. Көп рахмет, құрметті әріптестер. Семинар туралы бір 2 ауыз айтып кетейінші. Семинар өткізген кезде біз енді практикадан айтайын. Бізде барлық пәннің мұғалімдері қатысты. Ол барлық пәнге қатысты біз тапсырмалар бар. Сол тапсырманы орындап, жай тапсырма бірінші, екіншісі STEM тапсырмасы ретінде орындап, осыны оқушыға қалай береміз, және осыны сабаққа қалай кіріктіреміз деп бір сабақты қымызын жасап көріп, мұғалімдер барлық музыка пәнінен бар, дене шынықтырудан да бар, көркем еңбек енді өз ішінде тұр ғой, тарихта бар, орыс тілі бар, ағылшын тілі, қазақ тілі, барлық пәндерден тарих пәні, осы пәндерді жасап көрдік. Одан басқа семинарда ресурстар қай жерден алуға болады, жобалардың түрлері әртүрлі, солардың барлығының сілтемелерін алып жатыр. Сосын кейін, мысалы, егерде мектепте STEM кабинеті бар болатын болса, сол жерде әртүрлі приборлар бар. Мысалы, микробит деген естіген бар шығар. Сол микробитпенен нені орындауға болады ары қарай? Тинкеринг деген, мысалы, онымен не жасауға болады?
әртүрлі симуляторлар бар парта. Ол бойынша қандай тапсырмаларды орындайға болады. Бұл жерде информатиканы да өте көп несі керек, көмегі керек информатик мұғалімдер. Сондықтан STEAM егерде білім беру мектепте жүзеге асады дейтін болсақ, мұғалімдер жеке-жеке емес, бұл жерде командаға біріктіруді бұл өте көмек келеді. Себебі мен химия пәні мұғалім болсам, мен физиканы білмеуім мүмкін, мен физика пәні мұғалімі мен бірлесем. Немесе информатиканы білмеймін, айталық белгілі бір программаларды. Сонымен бірігіп, біз айтамыз ғой, командалық жұмыс тек сабақ зерттеу ғана емес, сабақ зерттеуге де болады әрине осы. Бірақ осы тапсырманы құрастыруда, оны сабақта беруде осы пәндер мұғалімдері бір-біріменен командалық жұмысқа қалай бірігетіндігі туралы да осы ойды сол семинарда қалыптастырды. Біз айтқан жоқпыз, өздері сондай ойға келді. Сонда осы семинардың күші де бар болғандығына біз өзіміз көзімізбен көрдік. Өздері сондай шешім берді. Рахмет ба. Сайфулла қызы Бағдагүл өте жақсы айтып жатыр. Семинардан өте жақсы нәтижелер көріп жатырмыз. Қазір эксперимент жүріп жатыр. Жаңа Бағдагүл апайларыңыз айтты ғой, Рахат орта мектебі деп. Сол жерде әріптестер қазір 2 күндік бүкіл командасымен, мектебімен курстан өтіп, қазір командалық жобалар жасап жатыр. Ол кісілер командамен жұмыс жасаудың түрлерін, осы бірнеше түрлі пәндер бірігіп алып, өте жақсы жобалармен сабақтарына енгізіп, өздері оқушылармен өте үлкен шығармашылық жұмыстар жасап жатыр. Енді біз оны қазір эксперимент ретінде де қарастырып жатырмыз, нәтижесі қалай болатынын, но бірақ қазіргі таңда нәтиже жаман емес әріптестер. Сондықтан да белгілі бір алдарыңызға мақсат қойып, өздеріңіз де өзгеріп, оқушыларыңызды да өзгертуге, олардың ойын, жалпы сыни ойлауын, креативті ойлауын, инженерлік дағдыларын қалыптастыруға күш салуымыз керек. Сондықтан да құрметті әріптестер, мынау чатта сұрақ қойылып жатыр, семинарға қатысқым келеді дейді Ақмарал. Ол туралы неде конференция чатына жазсаңыз. Потом есть вопрос, Карюгина Марина задала, курс однодневный, бесплатный или нет? Нет, конечно, бесплатный сейчас ничего нету. Однодневный курс это 6000 тенге. Оффлайн, это не онлайн, а оффлайн. Поэтому со всеми ресурсами тренера едут вам с вами работать, со всей школой. Например, одна школа соберется, например, и туда сделает нам заявку, и мы туда идем. Со всеми ресурсами. Практически они могут посмотреть, это хотя 1 день, но очень много можно успеть сделать. А потом, если заинтересовались, вы хотите уже более глубже этот вопрос изучать, то можете уже берете онлайн-курс 2-недельный, 80-часовый курс можно взять. Поэтому, құрметті әріптестер, тегін еш нәрсе жоқ. Сондықтан да егер оқимын деген әріптестер, осылай барлығын ақылы түрде аласыздар. Кезінде енді біз өте көп тегін оқыттық. Сол кезде мұғалімдердің өздері айтатын, тегін оқытқанның ешқандай апай несі жоқ деп. Не деуші дағы, жілігі татымайды деген сияқты. Сондықтан да әріптестер енді қазіргі таңда бізге солай, енді біз оны арнайы өзіміз ойлап тауып жатқан жоқпыз. Бізге осындай уақыт беріледі, осындай меже беріледі, біз сол бойынша жұмыс жасаймыз. Жақсы, тағы қандай сұрақтарыңыз бар, құрметті әріптестер? Міне біздің ұлағатты оқат семейгі орталығында осындай қызу жұмыстар жүріп жатыр. Біз де оқимыз, біз де қалмаймыз десеңіздер, біз ешқашанда сіздердің нелеріңізді, ұсыныстарыңызды жерге тастамаймыз. Жақсы, спасибо. Сізге ұлағат орталығына рахмет. Өйткені көп мұғалімдерді тығырақтан шығарып жатырсыздар. Әйтпесе мұғалімдердің көбі қайда барарын білмей жатқан еді. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Еңбектеріңіз жана берсін. Рахмет, құрметті әріптестер. Біз де өте көп сабақтарға қатысамыз. Ұстаздар мен әңгімелесеміз, олар кісілерге не қажет екен, бүгінгі таңда жалпы не дүниелер қажет екен туралы біз өте көп зерттеулер жүргіземіз. Соның нәтижесінде болып жатқан осындай жұмыстар деп қабылдаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Енді ары қарай конференцияның барысы жөнінде осы конференцияның тұрақты ұйымдастырушысы біздің мықты менеджер Жолдасбек Айнұр Бекетқызына сөз береміз. Айнұр. Рахмет, назарларыңыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Біздің кезекті 18-ші республикалық конференцияға қош келдіңіздер. Бүгінгі тәжірибе алмасу алаңында сіздерге тек қана сәттілік тілейміз.
Бізде STEM бойынша жалпы курстарға сұраныстарыңыз бар болса, бізге жекеге жазсаңыздар болады. Міндетті түрде сіздерге түсіндірме жұмыстарын жүргізе аламыз. Әрине, ол бізде заңды түрде барлығы жарамды, толықтай аттестацияға. Құрметті әріптестер, біз қазір осы пленарлық отырысты аяқтаймыз. Аяқтағаннан кейін бағдарлама сіздерге жіберілді. Сол бағдарлама бойынша 7 жалпы Zoom зал сіздерге кеше жіберілген болатын. Сол бойынша өз залдарыңызға бөлінесіздер. Басқа залға, яғни адасып кіру ондай болмайды. Әрбір залда өздеріңіздің модераторларыңыз болады, белгіленген. Бағдарламада жазулы, тәжірибелі өздерінің мамандары. Модератор сіздермен жұмысты жүйелі Таширина сөздерді переводчикпен тұр ғой. Жұмысты жүйелі түрде жүргізеді және міндетті түрде запись экраны жүргізіледі, яғни жазба толықтай сақталады. Сосын біз оны YouTube каналға жүктейміз. Құрметті әріптестер, жалпы біз конференция жұмысын аяқтағаннан кейін беретін құжаттарымыз бағдарлама, бұйрық, сертификат QR және YouTube сілтеме, барлық құжаттарды біз 2-3 күннің көлемінде реттейміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз, қиындықтарыңыз бар болса, модератор немесе біздер чатта боламыз. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ, рахмет. Сұрағымыз жоқ, рахмет аға сіздерге. Сұрақтарымыз жоқ, өте рахмет. Көп нәрсе алдық, керемет. Рахмет, жақсы нәрсе алдық, жақсы жеткіздіңіздер. Рахмет. Мынау кәсіби дамуда тұрақты түрде осы біздің орталықтың бар курстарын алып жүрген әріптестер көріп отыр. Міне Сүлейменова Гүлашты көріп отыр, мінекей курстарды алып жатыр. Өздерінің дамуына, құрметті әріптестер, инвестиция жасаудан жалықпаңыздар. Біз тек қана білім беруші ғана ұстаздар емеспіз. Біз өзіміз де білім алуымыз керек. Біз өзіміздің де ресурстарымызды, біз өзіміздің де білімімізді ылғи да толықтырып, барлық өзекті мәселелер туралы ақпарат алып. Бүгінгі мына конференцияға келіп отырғандарыңыздың өзі де осы өз білімдеріңізге, өз тәжірибелеріңізді жақсартуға инвестиция деп біз қабылдаймыз. Біз сертификат үшін, аттестация үшін келіп отыр деп қабылдамаймыз. Біз сіздерді білім алу үшін, өздерінің ақпараттарын ұдайы жаңалап, және білімдерін үздіксіз толықтырып отыратын мұғалімдердің армиясы деп қабылдаймыз. Содан міне Гүлашты көріп есіме түсіп отыр. Рахмет. Айман Бахметовна, мен сізден көп нәрсе үйрендім, әлі үйренерім де көп. 33 жылдық стажым болса да сіздің курсыңыздан қалғым келмейді. Көп нәрсе үйрендім. Рахмет, Алла разы болсын сізге. Рахмет, Гүлаш. Міне осындай ұстаздар алдымыздан жиі осылай шығып жатқан кезде шынымен де біз үлкен үмітіміз оянады. Біздің шынымен де білім беру ісіміз бір оңға қарай жақсы келе жатырмыз, алға қарай дамып келе жатырмыз деген бір ой бізге үлкен күш береді. Бағдагүл апайға, Айнұр отыр. Біз осы ұлағат орталығында Маржан, бірнеше бір мықты Ғали апайларыңыз бар. Мықты осындай тренерлер, менеджерлер, біз сіздерге осындай шынымен де жақсы білім беруге біз де үлкен үлес қосып жатырмыз деп ойлаймыз. Барлықтарыңызға табыс тілеймін. Абырой биігінде болыңыздар, әріптестер. Бізді оқушыларымыз қарагөз, әртүрлі көзді балапандарымыз күтеді. Сондықтан олардың да үмітін біз ақтауға тырысайық. Сау болыңыздар. Секциялық жұмыстарда